Сәлем, бұл тез мультик. Еңбекқор құмырсқалар жұмыс істеп жүр. Зок есімді құмырсқа Спиндл деген досымен қызыл от кристалын тапқанда құмырсқа илеуінің алдында жау пайда болады. Лукас деген бала осы ауданға жаңадан көшіп келгендіктен, осы шақтың балалары оған әлімжеттік көрсетіп, оны қорлайды. Содан Лукас ашуын өзінен кіші әрі әлсіздерден алуды шешіп, илеуге сумен атады. Құмырсқалар дүрбеленге түсіп, қашуда. Бір кезде Лукас құмырсқаларды аяғымен жоюды шешеді. Оны анасы бөледі. Анасы әкесі екеуі кетіп баратыр екен. Бүкіл әлемге ренжіген Лукас мені Луконай деп атамаш деп ойын ойнап отыр. Сол мезетте үңгірде Зоктың тәжірибесі сәтсіз аяқталып, оның ғашығы Хова келеді. Ол Зокты қыты деп қытықтай бастайды. Сол сәтте жұпқа қатал басшы келіп, құмырсқаларға жаман балаға қарсы қару керек екенін айтады. Зок дейді. Лукас анасының тілін алып, газонды суғарғанда алдына бомбышка түседі. Лукас ойбай деп жерге құлап, баланың назары құмырсқа илеуіне ауады. Зок тәжірибесін жалғастырып, от кристалы шытынағанын байқайды. Кристалды желімдеп сиқырлағанда табиғи сиқыр іске асады. Жұп қуанып тойлайын деп атқанда су тасқыны басталды. Бұл Лукас екен мұны жасап жатқан ой тентек. Лукастың артында жәндіктерді жойғыш пайда болып, алдып сулап балаға бір қағазға қол қойғызып алады. Илеуде аман қалған басшы және Хова мен Зок бұзық балаға қарсы сиқырлы қаруды қолдануды шешіп, түнде баланың үйіне аттанып, құлағына сиқырлы қаруды тамзады. Лукас оянады, бірақ кіп-кішкентай боп. Оны құмырсқалар ұстап алып, соттауға патшайымның алдына апарады. Бала ақталады, мен қаяқтан білейін деп. Әділ патшайым баланы өлім жазасына кесудің орнына тәрбиелеуді шешеді. Ақкөңіл Хова оның ұстазы болайыншы дейді. Ертесінде ол балаға келіп, оны тамақ табуға жаттығу үшін құрбысы Крилаға алып келеді. Балалардың жаттығуы көк және қызыл команданың жарысы түрінде өтетін болады. Олар кедергілерден өтіп, дәмді тамақ тауып, илеуге оралулар керек. Жарыс басталып, көктер Лукастың кесірінен қызылдардан қалып қалады. Алайда алға шығып, тәттілерге бірінші боп жетеді. Қалғаны қабырғадан жоғары өрмелеу. Лукас әрине өрмекші адам емес, ол шыға алмайды. Қайтар жолда Хова баланы жандандыруға тырысады. Балақай Лукас өзінше болады. Бір кезде Хова бір жамандықтың несін сезіп, баланы алып жүгіре жөнеледі. Бұл дәу жұлдыз құрттарды оңай көтеретін паразит аралар екен. Құмырсқалар паразиттерге қарсы шығады. Хова мен Лукас қашып келатып, алдыларынан жау шығады. Хова балаға қаш деп өзі қалады. Зәресі шыққан бала ұстазын тастап қашып кетеді. Жолда ол хлопушка тауып, оны жарады. Паразиттер қашып кетті. Аман қалған құмырсқалардың бәрі қуанып, балаға жарайсың дейді. Бала Хованы жалғыз тастап кеткенін көрген Зок, ол өзін құтқаруға тырысты, мақтауға тұрарлық емес дейді. Кейін құмырсқалар Лукасқа жасыл бір бәле береді, дәмді деп. Ол Лукасқа ұнап қалды. Бірақ оны жұлдыз құрттар шығаратын білгенде жүрегі айнып құсқысы кеп кетеді. Қамқор Хова оған емдік тамырды ұсынады. Лукас дәріні ішіп жақсарып қалады. Содан кейін олар суреттері бар жерге барады. Бала бір суретке қарап, чотта мынау таныс дейді. Крила бұл улы түтіні бар жын шайтан дегенде, Лукас әлгі қағазға қол қойдырып алған дезинсектор екенін түсінеді. Бала келісім шартты бұзу үшін үйге барайықшы, үйде тәттілер бар деп, олар үйге кеп ұшып жүр. Міне, уәде етілген тәттілер. Лукастың өзі сол уақытта дезинсекторға звондауға тырысуда. Нөмірді тереді, бірақ басқа жаққа түсіп кетеді. Бір уақытта тыңдап сөйлесе алмағандықтан ол келісім шартты бұздым деп ойлайды. Қайтар жолда топты Зок қарсы алады. Ол балаға оған ешқашан оны үлкейтетін дәрі бермейтінін айтып қорқытып қуып жібереді. Хова бұны біле сала, Лукасты іздеуге аттанады. Сол мезетте баланы бақа-бақа балпақ басың неге жалпақ қуып келеді. Ақырында қарны ашқан бақа баланы жұтады. Оған көмекке күтпеген жерден Зок келеді. Ода кекіртетін емдік тамыр бар екен. Осылайша олар бақаны кекіртіп сыртқа шығады. Ертеңінде құмырсқа илеуіне қауіп төнейін деп тұр. Лукастың үйінің алдына дезинсектор ағай келді. Бала оны әкелген өзі екенін мойындайды және құмырсқаларды құтқару үшін кішірейтетін сиқырлы қаруды қолдануды ұсынады. Лукас паразиттермен келіседі. Сөйтіп, ортақ дұшпанға қарсы күш біріктіріп, бұрынғы жаулар бірге шайқасуға атылады. Сиқырлы қаруды құлағына атайын деп еді, бірақ ол наушникпен кеп дәттеген ай. Лукас пен Хова жерге құлайды. Хова тағы да Лукасқа қаш дейді. Бірақ бұл жолы бала құмырсқалар достарын тастамайды деп жоғары қарай өрмелеуде.
Бір уақыттан кейін біздікілер дезинсекторға сиқырлы қаруды енгізеді. Дезинсектор ағай балаға айналып қаша жөнеледі балдырғанмен. Лукас қайта адал сотта тап болады. Патшайым оған еркіндік сыйлайды. Бала жаңа достарына тәттілер лақтырып тұруға уәде беріп, олармен қоштасып, дәріні ішіп, өз әлеміне басқа адам болып оралады. Әлсіздерді қорғап, жәбірлеушіге қарсы тұратын. Соңына дейін көргендеріңе рахмет. Комментарийде жазыңдар. Қызық болды ма?